Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге менің ең сүйікті шайым ташкенттік шайдың рецебімен бөлісетін боламын. Егер сіз бұл шайдың дәмін татпасаңыз, міндетті түрде дайындап көріңіз. Дәмі өте ерекше. Менің отбасымның ең сүйікті шайы және бешбармақтан кейін ішсеңіз өте сіңімді және шөлді жақсы басады. Менің үйіме келген қонақтар Айзаттың ташкенттік шайын ішеміз деп тамақтан кейін үйлеріне тарқамай күтіп отырады. Ташкенттік шайына қажетті заттар: бірінші, жалбыз міндетті түрде керек болады, өйткені ол шайыңызға әдемі хош иіс беріп және дәм береді. Екінші, 2 немесе 3-4 тілім лимон және нават. Наватты медпен алмастырсаңыз болады. Содан кейін пакеттегі қара шай және көк шай. Пакеттегі шай болмаса, 1 шай қасық көк шай, 1 шай қасық қара шай салсаңыз болады. Сонымен қатар дәміне қарай тағы да 2-3 тілім апельсин қоссаңыздар болады. Мен шайымды арнайы осындай ыдыста 800 мл суда демдейтін боламын. Ал енді шайымызды дайындайық. Шайнегімізге ең алдымен жалбызды саламыз. Содан кейін лимондарымызды саламыз. Содан кейін наватымызды саламыз. Мен наватты әдейі осындай формадағысын аламын. Бір пәрнекке біреуі жетеді. Және наваттың осы түрі өте тез ериді. 1 пакет қара шай және көк шайымызды саламыз. Содан соң үстіне қайнап тұрған ыстық су құямыз. 5-10 минутке бұқтырып қоямыз. Біздің шайымыз дайын болды. Бетін жауып, шайдың құрамындағы заттардың дәмі шығып, бір-бірімен араласу үшін қайта-қайта араластырамыз. Бұл шайдың дәмі де, иісі де әрбір адамды еліктірері сөзсіз. Рецепт сізге ұнады деген ойдамын. Егер ұнаса, міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк басып комментарий қалдырыңыздар. Каналыма жазылуды ұмытпаңыз. Сіздермен болған Айзат Мұсагулова.